бүкіл шығыс Алтай өлкесіне аты мәлім, мыңдап жылқы қоралап қой өргізген, дәулетіне қыдыр қонған атақты бай. Ақ-дәулеттің науқас таңғанына да міне Алтайдың жүзі болды. Көктемде жабысқан осы дерт байды оңалтар емес. Бұрынғы торсықтай толық денесінен ет қашқан, қызыл шырайлы өңі сарғайып солып бара жатқандай. Өткір жанары мұңлы, солыңқы. Әр елден келген талай емшілер мен балгерлердің алуан түрлі емін алып көрсе де дауа табылар емес. Ішкен асын кері құсып тастайды. Аздап саумалбатушы еді. Міне, бір жетінің жүзі болды. Ол да өтпейтін болды өңешінен. Күннен күнге тұла бойынан әлі кетіп, қуат күші сарқыла бастайды. Көп кешікпей өзінің о дүниеге аттанарын іштей сезген. Көкірегі ояу сұңғыла қария, жастайынан бір көскен, бозбала кезінде тайлақ көтеріп, содан өзі аты ұмытылып, бүгінде тайлақпай аталып кеткен палуан құрдасы, бұл күнде жылқышыларының басшысы тайлақпайды үйіне шақыртты. 12 қанат ақбоз үйге кіргенде бай сүйікпен қапталып, алтын күміспен апталған кезінде бір үйір жылқы беріп, атақты шеберге жасатқан қымбат ағаш төсектің үстінде басына қош жастық салдырып, биік етіп жастатып, кеудесіне ақ жейде киіп жатқан еді. Басын ұстарамен жып-жылтыр тақыр етіп, тақауда алырғанға ұқсайды. Бойынан ет қашқан, құдды әруақтер, қазіргі көрген жан. «Ассалаумағалейкум, құрдас!» деп сәлем бере кірген тайлақбайдың шоқпар ұстайтын қос қолын әлсіз саусақтарымен аялай ұстаған байдың әлексаламға тілі әрең келді. Кезінде осынау балуан құрдасымен талай рет аңға шығып, асау үйреткені, көкпар тартып, талай салым салғаны есіне түсіп, көзіне жас алды. Даусы әлсіз. «Тіршілікте әй деген жерім болса, кешір құрдас. Бұл боқ дүние кімнен қалмаған. Біздің ата-бабаларымызды да тегіс шалмаған. Мені де әкеткелі жатыр сол жаққа. О не дегенің байге, әлек сауық бітесің» деп басу айтты тайлақбай. Ақ-дәулет сөзін қайта жалғады. «Қанша қимағандарыңмен мен енді бұл дүниелік емеспін. Одан да сөзімді бөлмей тыңда» деп бір қайырды. Құдай маған шексіз байлық берді, бақ берді. Бірақ соңында соны ұстап қалатын есті ұрпақ бермеді. Артымда мыңғырған қойым, шұрқыраған жылқыларым қалып барады. Бәрін өзің басқар. 30-дан жасы әлде қашан асса да, әлі ескірмей, есерсоқ болып қиқаңдап жүрген жалғыз ұлым кәкіш бар. Содан қорқамын, соны уайымдаймын. Қашан ескіріп, адам болар екен деп. Соңында қойдай жуас қалқым қалып барады. Соған қамқор бол. Аш-жалаңаш қылмасын. Малды аяма, кедей-кепшіктің бәріне тең қып бөліп бер. Малымның басы көк жорға айғырды сақта. Одан айырылсаңдар бақ кетеді деп сөзін аяқтады. Ақ-дәулетбай өзі айтқандай, түнімен балуан досына өсиеттерін айтып, таң ата дүниеден өтті. Артында қара құрым елі қалды шулап, өзен бұлағы қалды тулап. Ағайыны байдың малын өзінен аясында, жетісіне жеті киіз үй тіктіріп, 40 ту бие сойдырып, бүкіл маңайдағы кедей-кепшікті етке бірақ тойдырды. Тәршілік қуған адамға әдеміне дегенше күз айда келіп қалды. Ел тегіс салқын жайдаудан тегіс күзекке түскен мезгіл. Тайлақбай өзінің есікпен төрдей келетін боз жорғасына мініп, әлі қырдан түсе қоймаған. Жылқышылар жатқан ақ белге қарай аяңдады. Мақсаты жылқы ауылды бір шолып, мал жанның амандығын білу. Қара қосқа төс мезгілі жеткенде сол еді. Дүниеден өткен досы Ақ-дәулеттің жалғыз ұлы, қасында 4-5 ат қосшылары бар. Жылқыдағы көк жорға айғырды ұстап,
көзін тас қылып қара орамалмен таңдырып, көк жорғаның өз үйіріндегі торы жорға байталдың артқы сауырына түгел басқа биенің қиын жақтырып, екеуін шағылыстырғалы жатқанның үстіне келіп түседі. Көзі таңғулы болса да, есті айғыр тік шапшып, аналардың анайы қылығына бағынар емес. Өзі туғалы мынадай айуандықты көріп емес, тіпті естіп көрмеген. Тайлақпай шыдай алмай, 8 өрім дырау қамшысын қолына алып, айғырды ұстап тұрған дөрекі топқа қарай ақырып жетіп барды. Қай атаңнан көріп едіңдер? Текті айғырдың өзі қанына өз шапқанын өңкей жетесіздер. Қане босат айғырды! Кәкіш бастаған өресіз топ балуан шалдың қақарынан жасқанды ма, көк айғырды байлаған арқанынан шешіп, басынан қамшымен бір салып, жөніне қоя берді. Атам қазақ малдың басынан ұрмайды. Ой, жетесіз. Әкең жақсы адам еді. Сен қайдан жаралған күшіксің өзі? Бастаған ісін іске асыра алмай қалған бай баласы долданып, шәңкілдеп шалға сөз қайтара бастады. Бұл малдың ендігі иесі менмін. Шорғадан жорға шығарғалы жатырмын. Осы ісім айып па? Ендігер менің ісіме араласпаңыз, ағасы. Әкемнің кезінде жылқысын басқарғаныңыз рас. Ендігі жерде жастардың ісіне килікпей, жайыңызға жүргеніңіз абзал. Бұдан бұлай жылқыны басқаруға сіз емес, мана Тайлақбайды сайладым, деп қасындағы қара тәпелді көрсетті Кәкіш. Тайлақбай бұл жүгенсіздермен енді ерегесіп ештеңе таппайтынын, өзінің дәуренінің өткенін біліп, ашуланып жерге бір түкіріп, өзінің сан жылғы қимас мекені болған қасиетті қара қосынан дәм татпай, жылқышылармен қоштаспай аттанып кетті. Бір жеті өтпей байұлы Кәкіш тағы бір амал айла ойлап тауып, нөкерлерімен жылқы ауылға сау ете түсті. Келе жылқышыларға анау күнгі көнбеген көк айғыр мен тор жорға байталды ұстатып алдырып, айғырдың көзін тағы тас қылып қара орамалмен таңып, торы байталдың үстіне кеше сойылған құла биенің жас терісін тұтас жаптырып, айғырдың алдына торы байталды байлап матап алып келеді. Есті айғыр алдындағы күйлеп тұрған биені ары иіскеп, бері иіскеп, күдікті ештеңе байқалмаған соң биеге шапты. Өздерінің жымысқы ойларын сәтті жүзеге асырған Кәкіш бастаған есерсоқ топ мәз болып, бірін-бірін құттықтап, өздерімен бірге алып келген арақтарын ішісіп, тойлап жатты. Көздеген мақсаттарына жеткен дөрекі топ торы биенің үстіндегі құла биенің терісін сыпырып алып, көк жорға айғырдың көзіндегі байланған орамалын шешіп, екеуін қамшымен аямай сауырына екі тартып жөніне жіберді. Көк жорға айғыр өзінің алдына түсіп алып, шыбын-шіркей болып безіп бара жатқан өзінің үйіріндегі қызы екенін жаңа таныды. Ой, пырмай, ата бабасында бұрын соңды болып көрмеген, ұятты істі басынан кешіргенін жаңа сезді. Шауып келеді. Екі көзінен жас бұршақтап, тамып келеді. Жазығым жүздеген дүлдүлдерді шаң қаптырып, 7 рет жорғалар жарысында осы елге бас бәйгені алып бергенім бе? Адамдар қолымен жасалған өзінің ағат қылығын көк жорға кешер емес. Торы байталда ұяттан өртеніп, зымырап барып, қалың жылқының ішіне кіріп кетті. Көк айғыр табынға жете бере ызаға булыққан қалпы, бұрын соңды көрсетпеген мінез танытып, басқаша кісінеді. Үйірдегі сақа биелер иелеріне бір нәрсе болғанын сезіп, құлақтарын илеңдетті. Көк жорға айғыр келе үйірін алдыға сап қуып, айдап, биік құзға қарай бағыттады. Үйірден қашқан кейбір тай құлындарды аямай тістеп, теуіп үйірге қайта қосты. Үйірі құз басына жетті-ау дегенде, көп жылқының ішіндегі бағанағы торы байталға қарай ұмтылды. Торы байталға бара, аузын арандай ашып,
тісін сауырына басты. Сауырына қатты тістеген торбайтал шыңғырып ышқынды. Көк жорға айғыр кеудесімен торбайталды құзға қарай соғып құлатты. Қатты екпінімен келген өзі де құздан құлап өлді. Қалған табын үркіп өз жайына кетті. Санасыз жандардың қолымен істелген шексіз озбырлығына шыдай алмаған қайран текті айғыр осылай мерт болды. Көк жорға айғыр жоғалған соң Ақдәулеттің мыңғырған малы да тоз-тоз болып құрыды. Ұлынан бақтайды, дәулеті шайқалды. Әкеден қалған бар дәулеттен айырылған жетесіз кәкіш қанша әйел алса да ұрпақсыз өтті. Бәлкім көк жорға айғырдың көз жасы болар.